Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын сигара бөрек дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен картопымызды суға пісіріп аламыз. Оған кішкене сары май қосып, картопты піскен сәтте ыстық күйінде осылай езіп аламыз. Яғни пюре жасап дайындап аламыз. Одан бөлек бізге лаваш қажет болады. Лавашты осылай бірінші ортасынан бөліп аламыз. Және де оны тағы да кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Сонда бір лавашты 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Лаваштарымыз дайын болды. Ендігі кезекте картопымызға моцарелла ірімшігін ұсақ өткіштен, яғни теркадан өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған пюремізді өстіп лавашқа салып, әдемілеп, сигара сияқты орайтын боламыз. Оралған жеріне су тигізіп, жабыстыратын боламыз. Дәл видеодағыдай осылай орап шығатын боламыз қалғандарын бәрін. Бәрі дайын болды. Енді табамызға май құйып қыздырып, сигара бөректерімізді орташа отта қуырып алатын боламыз. Барлық жағы бірдей қызарып пісу үшін аунатып отыратын боламыз. Дайын болған сигара бөректерімізді ыдысымызға қағаз майлық салып, соған түсіріп алатын боламыз. Сонда артық майлары сіңіп кетеді. Қалған сигара бөректерімізді дәл солай қуырып аламыз. Сигара бөректеріміз дайын болды. Ыстықтай өте дәмді. Ыстық күйінде жеуге кеңес беремін. Сіздерге және бала шағаларыңызға, жанұяларыңызға, қонақтарыңызға міндетті түрде ұнайтын тіске басар дайындап көруге кеңес беремін. Менің арнамда бұдан да басқа дәмді тіске басарлардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.